Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңыз қалай, қадірлі ізгі оқырман. Бүгін сіздермен тісім әдеп Данияр Сүлейменұлының Ең бақытты әйел атты кітабын бірге оқуды бастамақпыз. Менімен бірге болыңыздар. Бірінші бөлім: әйелге тән сұлулық. Әлем сұлулыққа тұнып тұр. Айналаңызға зер салып қараңыз. Олы шебердің шеберлігі мен асқан даналығын паш ететін сән көрмесінде жүргеніңізді аңғару қиын емес. Көрмедегі әрбір жаратылыс өзінше сұлу. Әрбір жаратылыс бойындағы сұлулығы мен айналаға көрік сыйлайды. Күлім қаққан күн мен жымыңдаған жылдыздар, ақша бұлттар мен иісі жұпар аңқыған түрлі түсті гүлдер, балапанның бауырына басып, айналаны әсем әнге бөлеген құстар әлемі, аспан мен таласқан асқар таулар мен жан-жануарлар, өзен көлдер, бәрі де сұлу. Солардың ішіндегі ең сұлуы адам баласы. Ал адамзат ішінде әйел кісіге Алла тағала ерекше сұлулық пен нәзіктік сыйлаған. Міне, осы екі ұғымды астарлап әйел затына нәзік жандылар дейміз. Иә, әйел ең сұлу жан. Ықылым заманнан бері әйелдің сұлулығы ақындар өлеңіне арқау болып, ғасырдан ғасырға ұласып келеді. Әйел сұлулығы, әйел парасаты талай ердің абыройын асқақтатып, мерейін үстеметті. Әйел сұлулығы тіпті кейбір қауымдардың түбіне де жеткен болатын. Себебі сұлулық бар жерде оған деген қызығушылық та қатар жүреді. Әлемдегі әрбір жаратылыстың өзіндік міндеті бар. Байқасаңыз, әрбір жаратылыс өзінің сол міндеттерін қалтқысыз орындаумен сұлу. Мысалы, мінезі қоянға ұқсаған арыстанды немесе қасқырды көрдіңіз бе? Елестетіп көріңізші, қандай сүйкімсіз болар еді. Немесе қылығын әйелге ұқсатқан еркекке қарасаңыз, ерге тән сипатын жоғалтқан соң көзге түрпідей тиеді. Сол секілді адамзат баласының, оның ішінде әйел кісінің де өзіне тиесілі Алла алдындағы және қоғам алдындағы міндеттері бар. Әйел кісіне өзіне жүктелген міндетін орындағанда барып сұлулығы кемелдене түседі де, әрі өміршең болады. Асылында әйел адамның шынайы сұлулығын ашатын бояғыш құралдар косметика емес, оның жаратылыс міндеттері. Бояғыш құралдардың да әйел өмірінде өзіндік орны бар, оны жоққа шығара алмаймыз. Бірақ әйелдің шынайы сұлулығы бояғыш құралмен өлшенбейді. Сіз қыз баласынан тән табиғатыңызбен сұлусыз. Сіздің сыңғырлаған күлкіңізге, назды үніңізге, аялы алақаныңызға әлемде еш нәрсе тең келмейді. Бірақ әр нәрсенің өзіндік мақсаты бар. Соны естен шығармаған жөн. Сізге Алла тарапынан берілген осы артықшылықтар белгілі бір мақсатқа дамып жатқаны білесіз. Сіздің өз табиғатыңызды сақтауыңыз болашақтағы ұлы бір іске дайындық. Ол аяулы ана, жар болу, мейірімді ана атанып, бір қолыңызбен бесік тербетсеңіз, екінші қолыңызбен әлемді тербету. Демек, сіздің Алла алдындағы жаратылыс міндетіңіз құлшылық болса, қоғам алдындағы міндетіңіз салиқалы ана атанып, салиқалы ұрпақтар билеу. Сіз осы екеуін орындар болсаңыз, сұлулығыңыз өміршең болады. Расында да, әйел баласы Аллаға ғибадат жасап, күйеуіне бойсыну арқылы аяулы жар, үлгілі келін атанады. Жаннаттың қалаған есігінен кіру мәртебесіне иеленеді. Хадистен байқасаңыз, Алла елшісі әйел кісінің Алласына құлшылық етіп, күйеуіне бойсынуын ақыреттің мәңгілік бақытты жаннатпен байланыстырады. Демек, әйел кісі салиқалы істер арқылы, әйел үшін салиқалы істердің ең абзалы Аллаға ғибадат ету және күйеуі мен ата-анасына бойсыну. Осы ақыретте осындай сыйға бөленетін болса, дүниеде көптеген жақсылықтарға кенелері сөзсіз. Бұл жайлы төмендегі Құран аяты бар. Мейлі ер болсын, әйел болсын, кімде-кім мүмін ретінде Алланың разылығына бөлейтін сауапты да ізгілікті істер атқарса, біз оған міндетті түрде пәк әрі жақсы өмір сыйлаймыз. Сондай-ақ оларды дүниеде істеген ең игі, ең жақсы істерін ескере отырып, сый-сияпатқа бөлейміз. Аяулы ана атану әйелді сұлу ететін бақыттың бірі. Үлгілі ана бола білу әйел кісінің екі дүниенің де бақытына жеткізеді. Адамды надан емес, адам қылып өсіру үлкен жауаптылықты қажет етеді.
ер бұзылса шаңырақ шайқалады, әйел азғындаса қоғам бұзылады деген сөзді жиі естіп жатамыз. Ол рас. Олай дейтініміз, әйел ана келешек өскелек ұрпақ тәрбиешісі, қоғам ұйытқысы. Ешкім аспаннан аяғы салбырап жерге түссе салған жоқ. Хан да, қара да, батыр да, ақын да, данышпан да анадан туған. Араб халқында ана мектеп, медресе деп айтылады. Өйткені әрбір жеке тұлғаның фундаменталды тәрбиесі аналардың ықпалымен жүзеге асады. Сіздің аяулы ана атанып, салиқалы ұрпақ тәрбиелей білуіңіз жан сұлулығыңыздың айғағы мен көрінісі. Сіз тәрбиелеп өсірген ұрпақ кейінгі буынға өнеге болып, дәл өзіңізді салиқалы ұрпақ тәрбиелеп өсіруге атсалысады. Міне, бұл сіздің сұлулығыңыздың бұл дүниеде жалғасын табуы. Ал Алла алдында маңдайыңыз сәждеге қойып, салиқалы ұрпақ жетілдіру арқылы сіздің ақыреттегі сұлулығыңыз тіптен керемет және мәңгілік болады деп үміттенеміз. Осы жайында Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мен оның аяулы жары Үммі Сәләма анамыздың арасында өткен әңгімеге құлақ салайық. Мүміндердің анасы Үммі Сәләма Алла елшісінен, осы дүниедегі әйелдер абзал ма, хор қыздары ма деп сұрайды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, киімнің сыртқы жағы ішкі жағына қарағанда әдемірек болады. Сол секілді осы дүниедегі әйелдер хор қыздарынан да әсем болады деп жауап береді. Не үшін олай? Оқыған намаздары мен тұтқан оразалары және жасаған мінәжаттары үшін Алла тағала олардың жүздерін нұрға бөліп, тәндерін жібектей етеді. Түстері әппақ, киімдері жап-жасыл, әшекейлері сары, асыл тастары үнжеуден тарайтын тарақтары алтыннан болады. Олар былай деп айтады: естеріңде болсын, біз мәңгі боламыз, ешқашан өлмейміз. Ұмытпаңдар, біз әрдайым қуаныш пен шаттықтамыз, ешқашан ренжімейміз, ашуланбаймыз. Бізді алған ерлерге неткен қуаныш және бізге де неткен қуаныш. О Алланың елшісі, кейбір әйелдер осы дүниеде 2 рет, 3 рет, тіпті 4 рет тұрмысқа шығып жатады. Олар өлгеннен кейін онымен бірге бәрі жанатқа кірсе, олардың қайсысы оның күйеуі болады? Уа Үммі Сәләма, оған таңдау еркі беріледі. Арасындағы ең әдептісін таңдайды да жаратушы иеге. Уа Раббым, мына кісі өткен дүниеде ең әдептісі еді, мені соған қоса көр деп тілейді. Уа Үммі Сәләма, көркем мінез 2 дүние жақсылығын алады. Күйеуі өзінен разы болған күйде қайтыс болған әйел жәннатқа кіреді. Хадиске түсіндірме, пайғамбарымыздың заманында ділмарлығы мен батырлығы мен аты шыққан Язид қызы Асма есімді әйел кісі болатын. Бір күні сахаба ханымдар ақылдаса келе, Асманы радиаллаху анханы сұрақтарына жауап алу үшін пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға жіберуді ұйғарады. Асма бұған келісім беріп, ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның құзырына келеді. Сөзін былай деп бастайды: ата-анам сенің жолыңда құрбан болсын, уа Алланың елшісі. Әйелдер мені сізге сұрақпен жіберді. Алла тағала сізді қияметке дейінгі ер мен әйел қауымына пайғамбар етіп жібергенде еш күмән жоқ. Біз әйелдер қауымы да Алла мен елшісіне иман келтірдік. Уа Алланың елшісі, ерлер қауымы түздің адамы болса, біз әйелдер қауымы көбіне үй шаруасымен шұғылданамыз. 9 ай 10 күн толғатып дүниеге бала әкелеміз. Бала тәрбиелеп, отағасының көңілін табуға тырысамыз. Сіздер алыс сапарға шыққан кезде үйдегі бала шаға мен мал дүниеңізге бас көз болатында біз. Сіздер болсаңыз жамағатпен жұма намаз оқып, жаназаға қатысасыздар. Науқасты зират етіп, ешбір кедергісіз бірнеше мәрте қажылық та жасайсыз. Ел басына күн туған жағдайда Алла жолында майданға аттанасыз. Осылайша көптеген игі істер жасау арқылы сауапқа кенелуде. Бізден озып бара жатқан жағдайларыңыз бар. Ендеше, бізде сіздер секілді осындай мол сауапқа кенелгіміз келеді. Оның қандай жолы бар? Әзірет Асманың сөзін мұқият тыңдаған пайғамбарымыз жанындағы сахабаларына бұрылып, діни бір мәселеге қатысты өзінің сұрағын дәл осылай жеткізе білген басқа бір әйелді көрдіңіздер ме?
дейді. Сахабалар да таңданысын жасыра алмай таңдай қағады. Пайғамбарымыз Әсмаға былай дейді: сені осы жерге жіберген әйел кісілерге айта бар. Әйелдің күйеуімен жақсы қарым қатынас жасап, оған бойұсыну арқылы разылығын алуға тырысуы, сауап тұрғысынан жаңағы айтқан игі істердің бәріне тең. Мұндай жауапты естіген Әсма қуанышы қойнына сыймай, «Лә иләһи илаллах», яғни Алладан басқа тәңір жоқ деп Алланы ұлықтаған күйі әйел сахабалары отырған жаққа қарай асыға жөнеледі. Неке құрметті әйелдер қауымы, біз де үйде отырып бала тәрбиесімен айналысып, күйеуіміздің разылығын алсақ, Аллаға құлшылық етуді, Алланы мадақтауды ұмытпасақ, иншаллах бізге де жәннаттың қалаған есігінен кіруді бұйырар. Сіздермен мінекей осы Данияр Сүлейменұлының кітабын оқуды бастадық. Арғарыда Алла сәтін салса жалғастыра жатармыз. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Егер ұнап жатса арнама тіркеліп, комментарийға өз ойларыңызды жазуды ұмытпаңыздар.